Сәлем достар, Жилотехник каналының көрермендері. Бүгін сіздер бөлме гүлдері электр шамын жаға ала ма деген сұраққа бірге жауап іздейтін боламыз. Достар, сіздердің көргендеріңіз ешқандай фокус емес. Бұл тәжірибенің бар құпиясы мына қара модульдер. Бұл құрылғының қызметі электр шамын жанасу арқылы жабуға арналған. Тәжірибені жүзеге асыру үшін бөлме гүлін таңдадық. Неге? Өйткені бөлме гүліне су құйған кезде топырақтың бойында ылғалдылық, гүлдің бойында ылғалдылық пайда болады. Яғни біздің білетініміз гүл мен топырақ бойында ылғал болса, ол тоқ өткізгіштік қасиеті бар. Яғни біздің қолымызбен гүлді топырақты ұстаған кезде біздің электр шамымыз жанып тұр. Яғни біздің жанасу тетігімізге белгі береді, сол кезде жарығымыз жанып сөнеді. Назарларыңызға рахмет. Біздің каналымызға тіркеліп, ұнаса лайк басып, ұнамаса дизлайк басып, пікір қалдырып достарыңмен